Біріншіден таң қалып жатыр мына жерде қандай стартаптар көрсетіліп жатқанына. Біздің мектебіміз ерекшелігі бір жағынан ол қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 4-ші құрылтайда айтып өткенін естіген шығарсыздар. Білім саласында жоқ, тек қана білім саласында емес, Қазақстан дамуына бізде ерекше адамдарға көңіл білдіру, көңіл аудару сұрағын көтерді. Нақты заңды түрде күзде бірнеше заң шығады. Сол заңды түрде ерекше азаматтарға ерекше жағдай жасауды. Сонда бәрін алып тастап, халықаралық деңгейде біз қазір бүгінгі таңда жұмыс атқарып жатырмыз. Сәрсенбі күні бір үлкен халықаралық конференция өткіздік. Бүкіл Қазақстан әріптестерімізді шақырып, бүгін де болып жатыр. Сол айтқым келетіні енді в тему дня дегендей нақты осы бүгінгі айтылып жатқан сөздерге еріп, мен де айтқым келеді, білім саласындағы не жаңалықтар болып жатқанын ерекше балаларымызға, біз ерекше балаларымызды қазір оқытып жатырмыз. Және мен отбасымның қоры бар, сол қорға үлкен жұмыс атқарып жатырмын. Самұрық-қазына траст қорымен ол ерекше балаларға мектептерде ерекше жағдай жасауды. 11 мектепте аштық қала бойынша. Ендігі алдамызда Күлсара ауданы, білетін шығарсыз, Атырау облысының бір ауданы, сол жерде де көмектесіп әріптестерімізге үлкен көмек көрсеттік. Себебі мен 13 жыл бойы осы білім саласында инклюзия жоба жағынан жұмыс атқарып жатқаныма. Сол үшін де Гүлмира Аманжолованы мен осы жерге шақырғаны, осы жерге қатысуға. Себебі 7 жыл бұрын Гүлмира Аманжоловна біз мектебімізде болды, біраз таныстық, жұмысымызды біледі. Сол 13 жылда біз қаншалықты дамыдық. Әрине, бүгінгі таңда мұғалімдеріміз керемет сабақ береді. Үш көмекші мұғалімде 3 көмекші болу керек. Ол 3 көмекшіні түсіну, білу, қолдану керек. Білу керек соны, ол бірінші бас, ми ол не? Ол біздің біліміміз, интеллект. Екінші жүрегіміз, сол жүрекпен өз жұмысымызды, ерекше балаларымызды қабылдау. Үшіншісі қолымыз, қолдарымызда ол не? Сол білгенімізді, түсінгенімізді, сезгенімізді соны іске асыру. Сол іске асыру мен біз биылғы жылы, 3-ші жыл түсінгеніміз. Әрине, бірінші жылдар өте қиын болды. Қазақстан бойынша мүлдем ешқандай дидактикада жоқ, әдістемелік көмек те болған жоқ. Сол кезде өз қолдарымызбен бүкіл тігіп, жасап, карточкалардың бәрін сондай жұмыс атқарамыз. Бүгінгі таңда дамып жатырмыз, мемлекетіміз, шетелдер, көптеген заттар келіп жатыр. Енді соның бәрін қалай қолдану, не істеу, ол енді үлкен зерттеу жұмыс атқарып жатыр. Біздің мектебіміз тіпті бір халықаралық зерттеу орталығы болып қалды. Себебі бізде қазір керемет осындай азаматтармен, бүкіл мемлекеттерге танымал ғалымдармен біз жұмыс атқарып жатырмыз. Франческо Банкини деген ол Италиян азаматы, қазір Бакуда IB мектептердің үлкен басшысы, бірінші басшысы, бүкіл Азия мен Кавказ, Закавказия мемлекеттердің мұғалімдерін, мектептерін басқарып отырған осы кісі. 2 рет мектебімізде болды, шынымен үлкен қызығушылығымен келіп кетті. Өзім де таңғалдым қалай болғаны, соншалықты біздің жұмысымыз жүрегінен өткені. Екінші, Австралиядан келген, біріншіден ол әрине білім ағартушы әріптестеріміз шақырған. Ол кісілермен біраз 3 түн семинар өткізіп, үлкен жұмыстарды атқарып өтті. Сосын 4-ші күні, кетердің күні біздің мектебімізге, үйімізге деп жатырмыз. Шынымен үйіміз, мектебімізге келіп, жұмыстарымызды көріп, таң қалып, енді бізді ғылыми статьямызды үлкен ғылыми журналға шығарамыз деп, соны ұсыныс жасап жатыр. Ол деген не? Осымен енді сіздерге осы бүгінгі күнге сай сөзімді сөйлейін деп
бастағым келетіні, сол кісілер тағы да басқа да мына Япония осы кісілермен тығыз жұмыс атқарып жатырмыз. Бұл кісі таза зерттеу жасайтын кісі, PhD доктор. Бұл кісі таңғалып кетті, бізде Японияда инклюзия жоқ дейді. Себебі ол жақта бәрі тең болу керек. Ол жерде 5-ке оқитын баланы мақтамайды, 2-ге оқыған баланы ұрыспайды. Тең болу керек. Сонда ғана баласы адам болады деп, тең болады деп айтулары. Бірақ онысы олардікі сәл қисайып бара жатыр. Себебі халық енді ерекше балаларды мектепке қабылдауға бермейді, қабылдатпайды. Ол шектеуге жатады ғой. Теңдік па? Сондықтан осы кісі 3 мемлекетті зерттеп өтіп, біздің мектебімізде күні-түні жұмыс атқарды. Осы кісі енді біздің жұмысымызды өздерін Жапониядағы үлкен ғылыми журналға мақаламасын кіргізіп жатыр. Оны да рұқсат сұрап бізден алып кетті. Бүкіл зерттеу жұмысының нәтижесін сол кісі айтады: Жапония осы жаққа келіп Қазақстаннан үйрену керек деп. Онда ду-қолақ шапалақтап жатырмыз, қуанып жатырмыз. Сол енді мына кісілер, Мария Тамкович деген, бұл 3 әйел. Екеуі Канадада тұрады, біреуі Белоруссия, Минскте тұрады. Бұл кісілер ана жақта Ванкувермен, енді әрине барлықтарымен онлайн жасап жатырмыз, өйткені онлайн бағасы қандай, офлайн болса 10 есе өседі. Сондан мектептің күші жетпейді оған. Сол бұл кісілер ерекше балаларымызды, ерекше аутист балаларымызды шахматқа үйретуге, әлем чемпионы қылуға жеткіземіз деп сондай жобалар. Осы жобамен біз өзіміз үйреніп, қазір 11 мектепті, қаладағы 11 мектептің мұғалімдерін күні-түні оқытып жатырмыз, үйретіп жатырмыз. Ертеңгі күні үлкен көмек болады осы балаларымызға және олардың отбасыларына. Және следующий можно? Мына кісі вообще керемет кісі. Неде Түркияның азаматы, профессор. Бұл кісі үлкен зерттеу жұмысы IQ, балалардың IQ-ын зерттеумен. Сондағы IQ арқылы біздің ерекше балаларымыздың бір керемет жағын табуға көмек береді. Сонда әр отбасы, әрине улап-шулап жатқан аутист балалармен мүмкін бір жерде кездесіңіздер, мүмкін таныстарыңызда біреулеріңізде онда ерекше бала бар шығар деп ойлаймын. Себебі олардың саны өте көп бүгінгі таңда. Сол ерекше баланы айқай-шумен жүрген, түк тыңдамайтын, сабақ отыра алмайтын, мүлдем жұмыс атқара алмайтын балалардың бір жағын табуға. Осы зерттеу жұмысы, үлкен зерттеу жұмыс. Қазір біз 11 мектепті өзімізге алып, біз 12-ші мектеп және 4 облысқа осы зерттеу жұмысын өткізіп, енді үлкен нәтижесіне жетуге дайынбыз. Енді бұл кісілердің осы зерттеу жұмысы арқылы анау шахматисттар бірлесіп, осы енді 2 мемлекетті біз келістіріп жатырмыз. Бір-бірін білмейтін ғалымдар біздің мектебіміз арқылы, біздің жұмысымыз арқылы осы кісілермен бірлесіп жұмыс атқаруға дайындалып жатыр. Себебі ерекше балаларға, осы аутист балаларға осы IQ-ларын біліп, қай балалардың осы керемет Гаспаров пен кімдер тағы біздің Динарадай керемет шахматист қылып өсіруге. Және мына кісі енді танитын шығарсыздар, біздің Назарбаев университетінің ғалымы, өте керемет болғаны соншалықты, ол біздің жас студент емес, магистранттармен керемет жұмыс атқарады. Осы кісіде бүкіл магистранттары біздің мектебіміз арқылы мектебімізден зерттеу жұмыстарын өткізіп жатыр. Ол мектепке өте үлкен пайда. Себебі ғалымсыз біз тек қана күнделікті оқулықпен балалардан зомби өсіреміз. Бүгінгі күні жаңа жастарымыз айтып жатыр, Z поколение, ол балаларымыз ерекше білімге талпынады және ерекше ерінеді. Солардың золотую середину найти наша задача. Так, сосын мынау кісі Фортунатов Мартемян керемет бизнесмен. Енді бизнесқа айналып жатырмын. Осы кісілердің бәрі ғылыми жұмыстарын, зерттеу жұмыстарын атқарып, екінші жағынан бізді үйретіп жатыр. Осы ерекше балаларымызбен бізде бір үлкен жоба бар. Оларға мектептің қабырғасында маман беру. Ол себебі 9-шы сыныптан кейін қазір осы былтырғы жылы өте үлкен бір түрлі қалай айтады,
забастовка как на казахском языке? Көтеріліс болып жатты. Ол забастовка емес, просто сөз сондай ұқсас деген. Ата-аналар 10 жыл бұрын, 8-9 жыл бұрын осы бірінші инклюзияға балаларын сабаққа мектепке кіргізуі мұршат тапқан ата-аналар енді оразбитова корыта. 9 сыныптан кейін балаларын әкетуге мұрша жоқ. Мектептен әкетеді әрине, 10-11 сыныптың бағдарламасын көтерілмейді, енді қайда жібереді? Оларға колледжға баратыны көп дегенде 3%, 100% баладан. Бала санын қарағанда, сонымен біз 4-ші жыл мектептің ішінде әртүрлі ақырындап балаларға 1-ші сыныптан бастап мамандарды беріп жатырмыз. Кулинария, бетке салатын аквагрим, пчеловодство. Прям мектебімізде бізде настоящий улей, балымен бәрі тұр, бар. Например, және инкубатор жұмыртқаларды салып, оны 21-ші күнге дейін соны бағып, қарап, 21-ші күні ана жерден кішкентай нелер балапандар шыққанын көздері жету. Оның бәрін енді біз ақырынып соны көрсетіп, олармен бірге жүріп, олардың жақсы эмоцияларын шығарып, үйтіп жүргеніміз енді фермерское делоға шығып кетті. Қалай? Бізде 80-ші мектебімізде, қазір 90-да істеп жатырмыз, бұл жерде әлі ондай мұрша жоқ. Бізде крольчатник кішкентай жасадық өзіміз, балапандар ұстайтын, тауық ұстайтын. Ферма. Кішкентай сондай, соған балапандарды шығарып, бағып, тұмсықтарынан ашқыздыртып, дәмдерін, витаминдарын беріп, балаларымыз, особенно аутизм, керемет әсер етіп, сол жерден шықпайтын. Кроликтармен одан сайын ойнап. Сосын бір бала келіп тұр жаныма, қыз бала. Прям беті боп-бос. Не сосын осыдан лапша пісіресіңдер ме дейді. Ренжіп тұр маған. Шошып кеттім шынымен. Шашлык жасайсыңдар ма? Не істейсіздер деп. Сонда жүрегім арып кетті шынымен. Баланың жүрегі анаған үлпілдеп тұр. Жұмыртқадан бастап жанында жүрген. Сол енді сол сыныптарға аштық фермерское дело. Ол жұмыртқадан қалай дүкенге келеді, дүкеннен қалай сенің тарелкаңа келеді. Соның бәрін жолын көрсетіп, бизнес-инкубатор қылып, балаларымызды соған дамытып жатырмыз. Әртүрлі маман. Қазір керемет кафе жасап бердім, столовыға. Кіргенде оң жақтан традиционный столовый, пирожкилармен, бәрімен, дрожжи бәрі жасанған. Сол жаққа кірсе, сор, кофе бұны тура сондай қылып жасадық. Сондай төбеге дейін кафе. Оның ішінде пп өздері сол пп-ні ізденістіріп, ойланып, тағамдарын сатып алып, сол жерде жұмыс атқарып жатыр. Және оны сатады. Ұлғайтқан ақшаларына тағы да сатып алады, сонымен әлі жүр. Үлкен пайда деп жатқан жоқпын. Соның бәрін процесін білу, түсіну балалар бала кезінен мектептен бастап. Сонда ерекше балаларымыз жандарында жүріп, бірге жүріп, соған дамып жатыр. Оларды оңаша қалдырып, коррекционный мектеп болады, центрлар болады, ол жерге тығып қойған балаларды кімнен үйренеді, кімнің жанында болады, олар қалай ертеңгі күні қоғамға кіреді. Соның бәрін біз мектебімізде атқарып жатырмыз. Осы ғалымдармен керемет кездесу өтті, керемет әсер етті. Бүкіл Қазақстан келген мұғалімдеріміз үлкен рахметім айтып өтті. Енді мына стартап деп жатырмыз. Жастарымызбен жаңа жігіт болды ғой, үш адам бұрын, сол кісімен хабарласам, енді мектебімізге сондай пән кіргіземіз ақырындап. Соның бәрін балаларымызға мектептен бастап үйретеміз. Себебі сау балаларымызға көмек ерекше балалардан да артық керек. Оларға дұрыс жол көрсету, төбелесу, үйтіп күзде көрдіңіз ғой, 200-300 баладан жиналып қандай қырғын болды, қаншамасы түрмеге кетті. Сондайдан бәріне тоқтатуға, кішкене басқа жол көрсетуге, тек қана математика, физика бастарына, енді көп жылдан бері
түсінбеген пәндерді, қиын пәндерді атқара алмаған балалар не істейді? Әрине мұғалімдермен ренжіседі, ұрысады, тағы бірдеңе жасайды. Сондайдан тоқтату үшін осындай бизнес инкубаторларды, осындай жігіттерді өздеріндей жас мамандарды әкеліп таныстырып, солармен бірге жұмыс атқарсақ, ойлаймын, үлкен көмек болады, пайдасы болады.